Нұрымова Гүлдара Алданышқызына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Депутаттық сауал премьер-министрдің бірінші орынбасары Роман Васильевичке. Ауыл шаруашылығы мәселелері әрқашан Аманат партиясының бақылауында. 2023 жыл оңтүстік өңірі шаруа қожалықтары үшін қиын болып отыр. Соның ішінде Жамбыл облысының 6 ауданында төтенше жағдай жарияланды. Қазсушарк кәсіпорны облыстағы суармалы жерлерді ағын сумен қамтуды жақсарту мақсатында 2019 жылдан бастап халықаралық қаржы институттарының несиесі есебінен жалпы құны 40 миллиард теңге құрайтын 2 жоба жүзеге асырып бастаған. Аталған 2 жоба 2021 жылы бітіп, жалпы 114 мың гектар алқапты сумен қамтуы керек еді. Алайда, жобалау сметалық құжаттаманың сапасыз жасалуына, жосықсыз мердігерлердің жұмысына және Қазсушарк кәсіпорны тарапынан бақылаудың әлсіздігіне байланысты жобалардың аяқталуы ағымдағы жылдың желтоқсанына ауыстырылған. Жұмыстың уақытылы аяқталатыны үлкен күмән туғызады. Оған қоса атқарылған жұмыстардың сапасы сын көтермейді. Бүгінгі таңда жобалар аясында жоспардағы 54 мың гектардың тек 34 мың ағын сумен қамтылған. Жауаптылардың салғырттығынан 20 мың гектар жерді иеленіп отырған шаруалар шығынға батуда. Енді бюджеттен бөлінетін қаржы әр зардап шеккен шаруаға әділ түрде жетуі керек. Бұл қалай қадағаланады? Шаруаларды сумен қамту үшін сырттан алынған қарыздарды қалай және кім өтейді? Бұдан бөлек, ағын суды алу бойынша Қырғыз билігімен жүргізілген келісім шарттардың уақытылы жасалмағандығы су тапшылығын ушықтырып отыр. Неліктен алдын алу шаралары дер кезінде қабылданған жоқ? Бұл мәселеге нақты кім жауапты? Президентіміз өз жолдауында жан-жақты ойластырылған су саясатын жүргізу, трансшекаралық суларды пайдалану мәселелерін шешу аса маңызды міндеттер деп атап өтті. Біздің мемлекетімізде осындай өрескел кемшіліктердің болуы салаға жауапты тұлғалардың тиісті құқықтық жауапкершілікке тартылмауының салдары деп санаймыз. Бұл кемшіліктер кез келген салада қайталануы мүмкін. Сондықтан осы мәселе бойынша қызметтік тергеу жүргізіліп, тиісті тұлғалар жауап беруі тиіс. Құрметпен Аманат партиясы фракциясының мүшелері.